армысыздар? Сіздермен Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы, білім беруді дамыту орталығының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Нұргүл Хитарқызы. Елімізде коронавирус індетінің тіркелуіне байланысты төтенше жағдай енгізілгендіктен, биылғы оқу жылының 4-ші тоқсаны қашықтықтан оқыту форматымен басталған еді. Оқушылар үшін қашықтықтан оқыту түрлі форматта жүргізілді. Балапан, ел арна телеарналарында және Қазақ радиосы толқынында мемлекеттік стандарт талаптарына, оқу бағдарламаларына сәйкес 4-ші тоқсанда 1-11 сынып оқушыларына аптасына 5 күн сабақ өткізілді. Сондай-ақ білім медиа групп, күнделік, мектеп онлайн, дарын онлайн, интернет платформалары мұғалімдер мен оқушыларға тегін қызметтерін ұсынып отырды. Сонымен қатар, ұялы байланыс телефондар мүмкіндігін пайдаланып, WhatsApp, Telegram, басқа да чаттар, электрондық пошталар арқылы оқыту ұйымдастырылды. Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының сайтында қашықтықтан оқыту бойынша 50-ден астам кеңес беру жұмыстары мен сабақтары орналастырылды. Мұғалімдерге электрондық цифрлық платформаларды пайдалану бойынша 9750 оқытушыны қамтыған 125 вебинар өткізілді. Озат педагогикалық тәжірибелерді насихаттау, білім берудің инновациялық әдістерін енгізу үшін озат тәжірибелі педагогтері қауымдастығы құрылып, Facebook, Instagram әлеуметтік желі парақшаларында оқушыларға, ата-аналарға, педагогтерге арналған психологиялық кеңестер айдары ашылды. Білім басқармасының білім беруді дамыту орталығының әлеуметтік желі парақшаларында 11-ші сынып оқушыларына арналған ОБТ-ға онлайн дайындық жұмыстары, қашықтықтан оқыту жағдайында тілдік мектеп курсы ұйымдастырылды. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында «Әкеммен бірге оқимын» инста акциясы, білім беру ұйымдарының тәжірибелік алаңдарының арасында «Болашақты бірге таңдаймыз» атты онлайн эстафетасы, физика, химия, биология пәні мұғалімдері арасында қашықтан оқыту, тәжірибе таным көзі тәжірибелер алаңы өткізілді. Мамыр күні еліміздің барлық мектептерінде оқу жылының аяқталуына орай соңғы қоңырау онлайн режимінде соғылды. Оралдық педагогтер көп қабатты үйлердің аулаларына барып, оқу жылындағы соңғы қоңырауды сыңғырлата соқты. Соның ішінде Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында ерекше соңғы қоңырау салтанаты өтті. Карантинге байланысты білім ордаларында салтанатты шара өтпегенімен, әр оқушы қоңырау сыңғырын естіп, оқу жылының аяқталғанын сезінді. Арнайы безендірілген көліктер көше-көшемен жүріп өтіп, мектеп формасын киген балалар ауланың сыртында қоңырауды қарсы алып, қуанышты сезімге бөленді. Білім басқармасының әлеуметтік желілерінде сәт сапар жас түлек, ұстаздарға мың алғыс, мектеп білім ордасы, көңілді жазғы демалыс сынды білім беру мәселелеріне арналған сюжеттер шығарылды. Биыл облыс бойынша 390 мектепте 108 мыңнан астам оқушы оқу жылын аяқтады. 2019-2020 оқу жылында облыс бойынша мектеп бітірушілердің саны 5142. Соның ішінде 362 түлек алтын белгі иегері және 223 түлек үздік аттестат иегері атанды. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, алда сендерді үлкен сынақ күтіп тұр. Ұлттық бірыңғай тестілеуден өз білімдеріңді дәлелдеп, ұстаздар үмітін ақтайтындарыңа сеніміміз мол. Қадамдарыңа сәтті сапар тілейміз. Құрметті көрермендер, биылғы жылдың қорытынды жаңалықтары осымен тәмам. Алдағы оқу жылында амандықпен жүздескенше.